Сәлем достар, Шабыт онлайн мектебіне қош келдіңіз. Мен Гүлшарат Жұбаева бүгін дәл осы көйлектің тігілу барысын көрсететін боламын. Міне шеберлер, міне қолымда бұл көйлектің етегі, яғни етегі екенін түсініп тұрсыздар. Бұл етегі. Бұл жерде де 42-ші, үстіңгі жағында 42, 44, 46, 48, 50, 52 болған. Сондықтан біз 44-ші размер керек болғандықтан біз 44-ші размерді кесіп аламыз. Және де етек жағында да осындай 42, 44, 46, 48 болып тұрады. Қай жерінде 44-ші размер сызылып тұр, сол жерден кесіп алатын боламыз. Бұны сіздер түсіндіңіздер. Ал ендеше мынау бұл инструкция бойынша, бұның жаңағы қағаз бойынша барлығын түгелдеп аламыз. Қазір қарап шықсаңыздар, міне бірінші мына жағынан есептегенде жең, бұл жең. Одан кейін мынау алдыңғы бүйір жаны дейміз, яғни орысша айтқанда бұл бачок, яғни мынандай жері. Бачок былай жанына қойып отырам. Одан кейін бізде алдыңғы орталығы, яғни алдыңғы орталығы. Мына жерде сгиб деп жазылып тұрады, яғни бүгілетін жер деп. Бұл матаның бүгілетін жеріне есеп айтылады. Міне, одан кейін бізде артқы жаны, бұл ортасына біз жаңағы замок саламыз, яғни молния дейді орысша айтқанда, соны салғанда. Так, мына жерде тұрады. Енді сосын спинка дейміз. Спинка бұл бүйір жаны, артқы жаны болып есептеледі. Бұл жанынан, бұл артқы жанының бүйірі. Одан кейін бізде аптачка дейді орысша айтқанда, яғни әдіп, қазақша айтқанда әдіп бұл артқы бөлігінің әдіпі, мынау алдыңғы бөлігінің әдіпі. Осының бәрін түгелдеп алғаннан кейін біз пішуге кірісеміз. Бізге матаның қалыңдығы орташа болады, көрінбейтін. Одан кейін замок, одан кейін флизелин, одан кейін қайшы, бор, ине, жіп керек болады. Міне қыздар, міне матаны бір тегіс қылып жайып аламыз. Матаны ұзындығына, бір жағына бүктеп, бұлай бүктеп, бір жағына көріп тұрғандай ұзындығынан бүктеп, реттеп алғаннан кейін, өздеріңіз көріп тұрғандай, мына кромкасы дейді ғой, бұл жаны, матаның жаны долевая нить болып есептеледі. Міне, долевая нить. Бұл долевая нитті ұзына қойғаннан кейін бір тегіс қылып үтік басып, мынандай бүгілген жер деп жазылып тұрғаны бұл алды, яғни алды екі жағынан бүгіліп тұрады. Көрініп тұр ма? Мына жерге қоямыз. Одан кейін мынау артқы бөлігі, бұны мына жерге қоямыз. Бір тегіс қылып қойып алғаннан кейін мынау жері бүйір жаны, бұл екінші жаны. Яғни бұлай қойсақ та болады, бұлай қойсақ та болады. Және бізде аптачка спинкасының, мынау әдіп, алдыңғы жағының әдіпі. Бүгілген жер дегенге бүгілетін жеріне қоямыз. Бұл жерде жеңі түседі. Барынша жақындатып, барынша жаңағы үнемдеуге, матаны үнемдеуге барлығын кесіп шықтық. Ешқандай жанына не қосылмайды тігіске. Мына жерге де жазылып тұр. Мына жерге тігіске қосылып есептелген үлгі. Сондықтан өз-өзіне басып қана тігіп кесіп шығамыз. Міне, ешқандай шығарып кеспейміз. Мына жерде, мынау енді бүгілетін жері деп жазылып тұр. Сгиб долевая деп тұр. Бұл жерден енді мынаны қарасаңыздар, бұл алдыңғы бөлігі, орталық алдыңғы бөлігі. Қазір сіздерге көрсетейін. Алдыңғы бөлігін шатыстырмаңыздар, бұл жерінде, бұл ортасы бүгіліп тұрады. Мата бүгіліп тұрған жерінен екке
бүгіліп тұрған жерінен осылай лекалды қойып солай кесіледі. Міне өздеріңіз көріп тұрған болсаңыздар. Міне. Яғни мынаны екіге айырған кезде былай тұрады. Міне. Былай тұрады. Түсіндіңіздер ғой да, қыздар. Мына жерде бұл екеуі екі бөлек. Әрқайсысы екеуден қиылып жатыр. Мында екеуден. Бұл жеңі, мынау әдіп. Әдіп дегеніміз аптачка. Бұны түсіндіңіздер, қыздар. Міне, қыздар, біз енді етегін кесуіміз үшін, қиюымыз үшін өздеріңіз көріп тұрғандай матаны ашып жаямыз. Біздің кромкамыз, яғни долевая неміз, шеті, матаның шеті мында тұр. Матаны былай алдық. Мынаны былай қойдық. Мынаны былай қойдық. Бір-біріне қарама-қарсы қылып. Яғни мынау бізде 1,5 метр ені. Енді үстіне өзіміздің үлгімізді, лекалымызды қондырамыз. Міне, қыздар, мынау екінші жағы юбканың. Юбка болғанда етегі, көйлектің етегі. Көйлектің етегінің екінші жағы. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Одан кейін біз мынаны бірдей қылып ортасынан кесіп аламыз. Яғни артында екі бөлік болады етегі. Алдында жаңағы ортасы қосылған болады. Артында екі бөлік. Міне, біз етегін кесіп алдық. Дәл осылай. Көріп тұрғандарыңыздай, қыздар, міне, бір жаны, мына жері бүгілген, бір шетінікі бүгілген. Қыздар, бұл флизелин деген нәрсе. Бұның бір жағында желім болады, осындай клей. Екінші жағында ешқандай ештеңесі болмайды. Қағазға ұқсайды. Жақыннан көрсетейін. Осындай қағазға ұқсайтын нәрсе. Осыны кесіп, мынау әдіптің, мынау өзіміздің матамыз, екеу. Мына жерде екі дана флизелин кесіп аламыз, тура осының өзімен өлшеп. Мына жерде бүгілетін жерімен ізгип дейміз ғой, ізгиппен бірге бір данасын кесіп аламыз әдіптің. Енді бұны бір-біріне үтік басамыз. Міне, бұны қалай үтік басамыз? Қазір көрсетемін. Аны былай жайып, оның үстіне флизелинді қоямыз. Міне. Соның үстінен енді осылай үтік басатын боламыз. Яғни, мынау клей жағын, желім жағын матаға қаратамыз.
мынау жеңді кесіп алған кезде тағы бір ескеретін жайт, қыздар, мынау алдыңғы бөлігі дегенді білдіреді. Яғни біз осы жерді белгілеп кетуіміз керек болады. Міне белгілеу мынандай болады. Белгілегенде былай белгілейміз. Үшбұрыш қылып. Сіздерге көрінсін деп қазір үлкен қылып кесіп жатырмын. Міне. Және ортасы. Бұл жаңағы мына орталық иығымыздың ортасын білдіреді. Мына жерден оны да белгілеп кетеміз. Яғни осылай белгілеу керек болады. Бұл бізге керек болады. Міне қыздар, мынау жең бір-біріне қаратып, түйреуішпен түйреп шығамыз. Осылай барлығы орны-орнымен мына жеріміз алды, бағанағы айтқандай, мына жеріміз біздің жаңағы орталық жері. Центр дейміз ғой. Мына жері орталық жері, мына жері алды. Екі бірдей қолды бір-біріне қаратып, яғни былай тұрмау керек, екеуі бір-біріне қарама-қарсы тұру керек. Бұны жақсылап қарайсыздар енді. Мынандай етіп түйреп аламыз. Араларын жақын қылып, түйрегенде де мынандай жанымен түйрейміз. Ұзынына емес, кесесіне. Мынау енді жеңі. Одан кейін біз енді арқа бөлігін былай жинаймыз. Бұл жаңағы бүйір жаны. Міне. Жоғардан төменге қарай жинаймыз. Ал мына жағын қазір мен сіздерге көрсетемін қалай жинау керек екен. Бұл біздің орталығымыз. Орталық артқы жағы. Міне. Осылай тұрады. Енді мына жерден біз жоғарғы. Міне көріп тұрсыздар ма? Мынандай бұрышынан, сол бұрышқа біз 1 сантиметр жоғарғы жағына тастаймыз. Бұл жерден түйрейміз. Одан кейін тағы да түйрейміз. Яғни созбай, өзінің бағытымен біздің бүйір жанымыз өзі бетіп айналса, сол айналымымен айналдырып келе береміз. Қазір өз ыңғайласып бұлай қарай айналады. Бізде соған бағытталып айналуымыз керек. Созбаймыз. Өзінің бағытымен айналдырып отырамыз. Міне, осылай. Мына жерде бізде 1 сантиметрде артық шығады, яғни артқы жағынан. Бұлдан қорқудың қажеті жоқ. Бұл енді электрондық үлгі болғаннан кейін мұндай ұзындығынан кішкене артықшылығы болуы мүмкін. Кейде жетпей қалады, кейде артықшылығы. Ал бұлай енді мына жалпы мына көлемі бойынша мына жағынан кесесіне ондай артық кемі көп байқалмайды. Негізі тек қана ұзындығынан. Бұл өйткені компьютерға салынғаннан кейін программа солай шығарып тұрады. Енді мынау бізде алдыңғы бөлігі. Мұны сіздер түсіндіңіздер. Енді мынау алдыңғы бөлігі. Алдыңғы бөлігінде міне көріп тұрсыздар, мынау алдыңғы бөлігі. Оны да біз осылай жинадық бүйір жанын. Екінші жағын қазір көрсетеміз сіздерге қалай жиналу керек екен. Екінші жағы оны мына бұрышқа 1 сантиметр артық қоямыз. Міне артық
1 сантиметр артық қойғаннан кейін өз бағытымен түйреп шығамыз. Біз астыңғы бөлігін тартпай, үстіңгі бөлігі мынау бүйірін айналдырып алып келеміз. Сонда ешқандай тартылмай, жаңағы посадка дейді ғой, орысша айтқанда, отырғызу. Соны мына көкірек алдын отырғызамыз, кеудесін. Өзінің бағытымен асықпай, әбден ыңғаймен, өз ыңғаймен жерде ешқандай артық тартылу жоқ. Көріп тұрсыздар, бәрі өзінің ыңғайымен тұр. Тек қана артық бізде мына бүйір жанынан, алдыңғы жанынан 3 сантиметрдей артық шығып тұр. Енді бұл электрондық үлгі болғаннан кейін ұзындығынан кішкене артық кетіп қалған. Енді біз жеңнен бастап жатырмыз. Міне, басынан аяғынан 1 сантиметрмен
жеңнің екі шетін қостық. Бас мен аяғы мына астыңғы жағы мен үстіңгі жағы бірдей болып тұр. Одан кейін біз оверлоктан жүрдік. Міне бірінші жай тігіспен 1 сантиметр тең. Содан кейін біз оверлокпен жүріп шықтық. Осымен қоя тұрамыз. Қазір енді мынау артқы бөлігін көріп тұрсыздар. Кішкене артықтығы бар. Мына бүйір жаннан бұл артық жерін қорықпай кесіп тастаймыз. Bir сантиметр артықтығы бар. Одан кейін біздің алдыңғы бөлігіміз міне. Бұның да біз бүйір жанын қостық. Одан кейін оверлокпен жүрдік. Міне көріп тұрсыздар. Міне. Одан кейін біз бағанағы артық жерін кесіп тастауымыз керек. Тұрсыздар, ол қаншалықты артық екен, соның бәрін кесіп тастаймыз. Міне, енді алдыңғы бөлігі мен артқы бөлігін бір-біріне қосамыз. Екі жанын қолтықтан төменге қарай. Енді мына жерден барлық жермен тігіп шығам. Жоғарғы иықтың үстін қосамыз. Бұл жерді қыздар 2 реттен тігу керек иықтың үстін. Өйткені иықтың үстін 2 рет тіккен кезде иықтың үстіңгі жағын 2 реттен тігуіміз керек болады, қыздар. Өйткені өзінің технологиясы бойынша 2 рет тігілу керек. Яғни бұл жерге көп күш түсетін болғандықтан. Қыздар, міне біз бүйірлерін қостық. Одан кейін жай тігіспен қосып алғаннан кейін артынан оверлокпен тіктік. Одан кейін біз енді обтачка, яғни әдіппен жұмыс істеуіміз керек болады. Әдіпті қалай істейміз? Біз ең бірінші екеуін белгілеп, ортасын белгілеп алуымыз керек болады. Екеуін теңдестіріп, екі тігіс ортасын белгілеп аламыз. Выточка істеп, міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Одан кейін біздің әдіптің ортасын белгілейміз. Бұлай. Әдіптің астыңғы жағын оверлок істеуіміз керек болады. Бұлай қарай жүреді. Міне, артқы бөлігі. Енді қазір астыңғы бөлігін оверлогын істеймін. Жеңін қайырып жатырмын. Жеңге 1 сантиметр оверлоктан кейін артқа қайырамыз. Осы көріп тұрғандарыңыздай. Міне асықпай
Ayırmaktan keyin biz bunu осылай 1 сантиметрмен қайырамыз. Яғни біз әдіпті міне әдіпті біз қосып жатырмыз бір-біріне. Міне біз әдіпті мына жерін қостық, одан кейін үтік басып алдық, тігістерін екіге қайырып, одан кейін мынау орта белгімен негізгі үлгіміздегі белгіні бір-біріне қойып, осылай түйреп әдіпті тігіп шығатын боламыз қазір. Өздеріңіз куә болғаныңыздай. Әне. Бұл жерде тігіске келу керек. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Артық жіптерді кесіп тастаймыз. Тігіске келтіріп, қалғанын отырғызып, жағаны жинаймыз. Біз әдіпті тігіп алдық. Одан кейін біз мына жердегі насечка дейді, орысша айтқанда, сондай нәрсені істейміз. Яғни тігіске жеткізбей кесетін боламыз. Бүкіл айналатын жерлердің барлығын.
Өйткені бұл жағаны тартып қалуы мүмкін, сол үшін керек нәрсе. Одан кейін біз үтік басып шығамыз. Мына жерге тігісті айырып. Барлық тігістердің бәріне үтік басамыз. Қазір көрсетемін. Яғни мына жерге мысалға құрал болады үтік басатын, яғни бұл мынандай кеудені шығарып тұрғанға көмектеседі. Мысалға бүйтіп кеуде жағын осылай үтік басу керек болады. Ұстап тұруымыз керек, өзінің кеуденің формасын беру үшін. Екінші жағында да осылай. Көріп тұрғандарыңыздай тігісті жатқызып үтік басу керек болады. Міне, енді біз обтачканы, яғни әдіпті орналастыруымыз керек. Осылай да үтік басып аламыз қазір. Міне қыздар, бұл енді біздің әдіп, аптачка, яғни аптачканың қосылған жері міне. Бұлай тұрады жағамыз, жағаның арты мынау алды. Көріп тұрған болсаңыздар, міне мынау артынан бастайсыздар. Мынау ішіндегі бағанағы біздің кескен жерлеріміз, көріп тұрсаңыздар, одан кейін біз мынау тігістен қалған жерін 1 сантиметрді ішке қарай қалдырамыз да, әдіпті үстіне қонай қоямыз. Одан кейін барып біз мына жерден жанына тақап 1 миллиметр, 2 миллиметрмен тігіп шығамыз. Міне. Яғни тігіске жақындатып. Асықпай. Тігіп алдық. Одан кейін үтік басамыз. Мынау тігісіміз, жаңағы тігісіміз, бірақ бұл ары қарай өтпейді. Міне көрдіңіздер ғой. Тек қана мына жанына ғана тігіледі. Яғни мынаған қосылып тігіледі. Жаңағы тігістен қалған 1 сантиметрге. Енді бұл жерге көп емес, азғантай ғана мынандай екі жақты клей
желім екі жақты. Осыдан әр жеріне ғана білдірмей, кішкене ғана осылай жабыстыруға болады, бірақ көп емес. Кішкентай ғана. Өйткені мынау әдіп көтеріліп кетпес үшін керек болады. Міне қыздар, енді біз жеңіне келдік. Қазір әдіпті орналастырдық. Әдіптің артқы жағы осылай тұрады. Біз бұл жерге замок қоятын боламыз. Қыздар, біз әдіпті орналастырып болдық. Өздеріңіз көрдіңіздер. Енді мына жерде жеңді былай орналастыруымыз керек болады. Бұны қалай орналастырамыз жеңді? Міне, мынаны артқы жағынан ашып, міне көріп тұрсыздар. Артқы жағынан ашқан кезде бағанағы біздің белгіміз, міне алдының белгісі былай тұру керек болады. Яғни мына белгі алдына қарай келу керек деген сөз. Алдыңғы бетінде тұру керек деген сөз. Яғни бұны ішіне қарай салып, біз міне іш жағынан қайтарып алатын боламыз. Біздің бағанағы белгіміз орталық жоғарғы жағы мына тігістің үстіне келу керек. Осы тігістің үстіне келу керек болады. Осыдан кейін асықпай отырғызып шығамыз. Инемен барлығын түйреп, астынан да іліп алуымыз керек болады. Одан кейін барлығын түйреп шығамыз. Міне қыздар, бұның бәрін асықпай, міне жеңді айналдырып, осындай қылып түйреуішпен түйреп отырғызамыз, яғни посадкаға отырғызамыз. Сонда ешқандай жаңағы складкасыз осылай отырады. Өзінің несі бағытымен. Ешқандай артық шықпау керек. Міне үш жағынан, мына жағынан екінші жағы. Дәл осылай инемен отырғызып аласыздар бірінші, инесіз болмайды. Инемен түйреп, дәл осылай. Енді тігеміз. Міне енді тігеміз. Қолтықтың астынан бастаймыз. Бұларды да екі реттен тігуге болады. Қолтықтың астын жеңді. Өйткені бұл жерде де көп жұмысы көп болғаннан кейін, жаңағы нагрузка дейміз ғой. Қимылы көп болғаннан кейін оның артықшылығы болмайды.
Бұны да 2 реттен тігіп шықсақ болады, өйткені жеңдің жаңағы қимылы көп болғаннан кейін оның ешқандай артықшылығы жоқ. Міне қыздар, мынау біздің етегіміз, мынау бір бөлігі, артқы бір бөлігі, мынау артқы екінші бөлігі, және мынау жаңағы қайырылып, бүктеліп, пішілген алдыңғы бөлігі. Біз бұның екеуін қостық, жаңағы түйреп алдық былай. Қазір екі шетін тігіп шығатын боламыз, және біз бұның ортасынан белгі тастадық. Ортасынан, дал ортасынан белгі тастағанымыз. Мына жерде үстіңгі жағынан да ортасынан белгі тастаймыз. Міне тігіске есептеп мынандай жерден белгі тастайтын боламыз. Сонда біз белгілерімізді бір-бірімізге қосқанда барлығы тең келіп тұру керек болады. Мен қазір етектің екі жанын тігіп жатырмын. Етектің екі жағын тігіп алдық. Жай тігіспен, одан кейін оверлокпен. Енді міне өзімізге қаратамыз. Барлығын қосып алдық қой. Одан кейін бағанағы белгі, міне көріп тұрсыздар ғой, жоғарғы жағын өзімізге қарай аударып, белгіден екі жаққа қарай түйреп шығамыз. Міне ортасынан бастаймыз, және мына жердегі жанындағы тігісіне келтіреміз. Одан кейін екінші жанындағы тігісін екінші жағына келтіреміз. Қалғанының бәрін енді орналастырып шығамыз мына екі ортаға. Көріп тұрғандарыңыздай асықпай орналастырып шығамыз. Бір жанынан бастап. Очередь тұр. Бастадым. Міне қыздар, етегін бәрін түйреп алдық. Міне дәл осылай екі жаны бірдей болып шығу керек, және мынандай тігісіне бірдей болып келу керек. Ортасына келу керек болады. Қазір енді бұны тігеміз. Енді біз барлығын оверлоктан жүргізетін боламыз. Мына жерін
мына жерін, барлық жерін оверлоктап. Міне қыздар, енді біз белін оверлоктап жатырмыз, барлық тігістерін. Осыдан кейін біз қазір міне жоғарыдан төменге қарай оверлок жүріп шығатын боламыз. Міне біз қазір замокты мындай қылып түйреп алдық. Міне барлық жерін жақындатып түйреп алдық, 1 сантиметр қалдырып. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Міне мына замоктың басындағы пластмасса жері тігістің біткен жеріне қоямыз. Одан кейін қалғанның бәрін бүйтіп осы тұрғандағындай замокқа негізгі матаға түйреп шығамыз. Міне міне көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде біздің жаңағы пластмассамыз тұр. Одан кейін мынаны лапкамызды қойып, мына замоктың мына бұралып тұрған жерін барынша ашып тіге бастаймыз. Міне қыздар, біз мына жердің бәрін тігіп келдік. Белден өткеннен кейін 1 сантиметрден кейін тоқтаттық. Одан кейін мына жағында 1 сантиметрдей орын қалды. Міне көріп тұрсыздар. Енді біз бұл жерде екі жақ бірдей шығу үшін біз қазір мына жерден белгілеп аламыз. Мынаны жауып шабамыз. Одан кейін мына жерден белгілейміз. Яғни бұл біздің тігістің екінші жағы деген сөз. Екі жерінен белгілетіп аламыз. Міне және былай белгілеп алдық. Енді бұны ашып былай тұру керек болады. Яғни міне осы жерден жоғарыға қарай түйрейміз. Яғни белден жоғарыға қарай түйрейміз.
Міне мен қазір самоктың астыңғы жағынан жоғарыға қарай кетіп жатырмын. Яғни біз белден төбеге қарай жүреміз. Мына жерден. Енді барынша біз самоктың несін ашуымыз керек. Міне біз самокты орнына келді ма, соны бір тексеріп алуымыз керек. Міне жауғанда екеуі бірдей, бір текс келіп тұру керек. Одан міне. Енді жоғарғы жағын қалай? Мынаның барлығын жабамыз. Соны қазір көрсететін боламын. Яғни біз мынандай болып тұр қазіргі таңда. Біз бұны ашамыз, одан кейін өзімізге қаратамыз. Көріп тұрсыздар ғой, енді мына замоктымыздың басын былай қарай бұраймыз шетке. Одан кейін мынаны өзімізге қарай аударамыз. Яғни тігіс өзімізге қарай қарап тұру керек. Тігісті былай өзімізге қарай қаратып, осыдан көріп тұрғандарыңыздай бұлай ұзынна тігіс тігеміз. Мынандай болады. Сонда біздің самогымыздың артқы жағы, ішкі жағы. Қазір екінші жағын көрсететін болам. Міне. Өздеріңіз көріп тұрғандай былай болып тұр. Екеу келіп қосылады. Міне қыздар, біз қазір екінші жағын істейін деп жатырмыз. Яғни біз мынаның басын былай қарай, шетке қарай бұрап аламыз. Одан кейін мынаны өзімізге қарай тігісін қаратамыз. Міне өзімізге қарағанда тігісі қарап тұру керек. Дәл осы тұрғанымен тіке тігіп шығамыз. Осылай бітеді. Міне бұл әдіптің артқы жағы, ішкі жағы. Барлық жіптерін кесіп тастаймыз. Енді ең соңғы штрихтарды істеп жатырмыз. Яғни мына бағана тігіс біткен жерден
соның сырт жағынан төменге қарай тік етіп шығамыз. Дәл осылай. Етегін міне қыздар, етегін былай оверлок өткізгеннен кейін оверлоктың үстімен ғана тігіп шығамыз. Бұл бізге тіккеніміз мынандай болып тұрады. Міне қыздар, біз етегін оверлоктың үстінен, тігістің үстінен жай тігіспен тігіп шығамыз. Болды. Осымен біздің көйлегіміз дайын.